сәлеметсіздер ме? Абай қаласының орталық балалар кітапханасы сіздердің назарларыңызға өте қызықты балаларға арналған кітаптарды ұсынады. Толымбек Абдырайым «Жалқаулыққа кім үйір» атты ертегілер мен әңгімелер жинағы. Әрқашан жас оқырманның жан сезімін баурайтын сыршыл қаламгердің бұл кітабында оның шығармашылығынан іріктеліп алынған және кейінгі кезде жазылған ертегілер мен әңгімелері топтастырылған. Жинақтағы шығармалардың тақырыбы әр алуан, оқиғасы қызықты, тілі шұрайлы. Дәнеш Ахметұлы «Робот және 6 асыр». Бұл жинаққа автордың «Робот және 6 асыр», «Айлы түнгі айқас», «Бөгде құстар», «Жаңғалақ», «Қимас достар» деген заманауи ертегілері енгізілген. Кітап түрлі түсті суреттермен бейнеленген. Оқуға өте қызықты кітап. Келесі кітаптар Янна де Латхаудер «Естелік музейі қараңғылық басқанда» атты кітаптары. 5 жастан асқан балаларға арналған түрлі түсті суреттермен безендірілген өте қызықты кітаптар. Оқуға кеңес береміз. Үкінің басынан кешкендері баяндалады. Келесі кітап Астана болашақ қаласы атты виртуалды кітап. Виртуалды кітаптың беттерінде 3D анимация немесе бейне орналасқан. Бұл кітап 3 тілде жазылған: қазақ тілі, орысша және ағылшын тілінде. Бұл кітапты пайдалану үшін бірінші Smart Астана VR Book атты тегін қосымшаны жүктеп аламыз. Қосымшаны құрылғыда іске қосып, тілді таңдаймыз, яғни телефон немесе арнайы планшет, смартфондар арқылы сондай қосымшаны жазып алып, қосымшаны құрылғыда іске қосып, тілді таңдап, құрылғыны 3D беткісі бар бетке бағыттаймыз. Сол уақытта бізге виртуалды кітаптың беттерінде 3D анимация немесе бейне пайда болады. Өте қызықты кітап, келіп оқуға кеңес береміз.